Баршаңызға сәлем достар. Бүгін Аманжол Ресмендиевтің өрлеу кітабына сіздерге оқып беретін боламын. Табысқа жетудің нақтыланған заңдылықтары. Бұл кітап биік мақсаттарға жетуге ынталанған арманшыл адамдарға бағыт-бағдар көрсетіп, кемел келешекке жол нұсқайды. Автор өзінің өмірлік тәжірибесімен бөлісе отырып, өнегелі өмірге үндеп арманның шындыққа айналуына нұсқау беріп, оқырманмен сыр бөлісіп пікірлеседі. Талғамы биік оқырман бұл кітаптың айрықша қолтаңбасын бірден аңғарып, керегін алып көңілге түйері сөзсіз. Алғы сөз. Ұлы тұлға болу және табысқа жету, халқыңа, айналаңдағы туған туыстарыңа пайдаңды тигізу әр адамның ішкі арманы. Біреулер сол армандарын орындап, жан рахатын сезініп, елінің батасын алып жүрсе, көпшілігіміз арман жолындағы күресте жеңіліс тауып жатамыз. Десе де мен үшін адам шын кірісте болмасты болдырады, іздегенін табады. Тек қана қажет заңдылықтарға бағынып, мақсатына жету үшін еңбектенуден, оқудан, ізденуден жалықпаса болғаны. Табыс пен байлыққа жетудің де өз заңдылықтары бар. Ұстана білсеңіз, көздегеніңізге жетпей қоймайсыз. Бүгінгі таңда табыс, жетістік құпияларын сараптап үйрететін түрлі семинар, тренингтер жүргізіліп, кітап дүкендері осы саладағы кітаптармен толығуда. Семинар, тренингтердің де кітаптардың да түсіне білген адамға берер пайдасы орасан зор. Өкініштісі сол кітаптардың ішінен қазақы менталитетке ыңғайланып, қазақ тілінде жазылған біреуін таппайсыз. Барлығы шетелдік авторлардың кітабы. Ал жетістіктерге жету өнерін үйретіп, семинар тренингтерге келсек, тағы да сол жағдай. Қанымыз қазақ бола тұра, бизнесте және өмірде табыстарға жету жайында қазақ тілінде ұлттық сана сезімге икемделіп жазылған кітаптардың болмағанына қатты қынжылатынмын. Елімізден өркендеу құпияларын саралап, кітап қылып жазатын бір қазақ шықса ғой деп армандайтынмын. Шын қалаған адамға Алла өзі көмектеседі демекші, арманым орындалып, Аманжол бауырымды кездестірдім. Аманжол жас та болса, қарқыны бөлек, ойы кесек, рухы биік азамат. Мен өз ісімнің шеберімін дегенді оның әрбір нәтижелі іс айтады. Біздің кездесуіміз іскерлік әріптестікке ұласып, Балбала компаниясының қызметкерлеріне Аманжол сату өнерінің құпиясы жайында семинар, тренинг жүргізді. Не айтайын, керемет. Семинар, тренингтерге қатысқан Балбала қызметкерлері аз уақыт ішінде үлкен нәтижелерге қол жеткізді. Компания өнімінің, яғни ойыншықтардың сатылымы көтерілді. Сатушыларымыздың жұмысқа деген белсенділігі артты. Әрине, бұл Аманжол бауырымның өз саласына терең меңгерген сарапшы маман екенінің дәлелі деп білемін. Ол мықты оратор, мотиватор, өзіндік кесек тұлға. Алғашқы ана тіліміздегі бизнес жаттықтырушы, соның негізін қалаушы деп айтсақ та артық болмайды. Ал сіздің мақсатыңыз табысқа жету, ұлы тұлға болу болса, міндетті түрде Аманжолдың табысқа жету саласы бойынша жүргізетін семинар тренингтеріне қатысыңыз. Семинар тренингтерге қатысу арқылы сіз өз бойыңыздағы нағыз көшбасшыға лайықты қасиет қабілеттерді дамытасыз. Атап айтсам, өмірде өрлеуіңізге көмегі тиетін қабілеттер: еңбекқорлық, икемділік, тапқырлық, тәуекелшілдік, ізденімпаздылық. Ал енді бар көңілімізді өрлеу кітабына бұрсақ, Аманжол алғы сөз жазып беріңізші деген соң кітапты алтын уақытымды бөліп оқып шықтым. Әрине, осы уақытқа дейін де табысқа жету, бизнес, шоу-бизнес салалары бойынша біршама кітап оқыған едім. Бірақ бұл кітаптың бір ерекшелігі қазақ тілінде, қазақы менталитетке сай жазылғандығы. Біріншіден, тілі жеңіл, балаға да үлкенге де ұғынықты. Екіншіден, кітаптағы әрбір заңдылық сарапталып, сұрыпталып жазылған. Егер де бұл кітапты өзіңіздің өмірлік жолбасшы етіп, үнемі оқып, ішіндегі тапсырмаларды орындап жүрсеңіз, шын мәнінде өміріңізді жағымды жаққа өзгертуіңізге сенімдімін. Неге десеңіз, мен осы күнгі жеткен жетістіктеріме жету үшін бала кезден ақ Аманжол бауырым кітапқа түсірген табыс заңдылықтарын қолданып та жүрмін. Тек мен ғана емес, әлем танитын ұлы тұлғалар, миллиардерлер осы кітапта айтылған табыс құпияларын ұстанатыны дәлелденген. Өз халқына өрлеу жолын көрсетем деген Аманжолдың талғамы мен талпынысына темірдей тартып, мықты табандылық тілеймін. Бақыт пен байлықтың құны өте қымбат. Соны төлеуге дайынсыз ба оқырман? Ендеше бұл кітап сізге арналады. Қыдырәлі Болман. Армысыз, өмірде өрлеуге, өркендеуге талпынысы бар оқырман. Өзіңіз білетіндей, кез келген адам биіктен көрінуді, табысты болуды іштей армандайды. Бұл жалғаннан ләззат алғысы келіп, бақыт деп аталатын көгершіннің артынан қуып жүргендер қаншама.
неге біздің қиялымыздағы өмір сүру стиліміз бір бөлікте, шын өмірдегі стиліміз бір бөлек. Бізге әйтеуір бір нәрсе жетіспейді. Ақша, денсаулық, махаббат, көтеріңкі көңіл-күй, жақындарымыздың қолдауы тағы басқа. Себебі неде? Осыған ұқсас сұрақтарға жауап ретінде әрқайсымыздың сылтау етіп бірнеше себебін тауып аламыз. Бірақ ойлана келе жүрегіміздің түбіне үңілер болсақ, ойлаған арман мақсаттарымызды орындау қолымыздан келетіндей іштей сеземіз. Бізге бір ғана нәрсе керек. Ол осы уақытқа дейін өзімізді сендіріп келген наным сенімнен айырылып, күнделікті қолдан жасап алған шеңберден, рамкадан шығып, күдік пен қорқынышымызға қарсы әрекет ету. Өзімізге өзіміз 100% жауапкершілік, өз өмірімізге 100% жауапкершілік ала отырып, телеген табысқа, бас айналдырар бақытқа жету менің қолымнан келеді. Өз тағдырым өз қолымда. Мен табысты, бақытты болам деген нақты шешім қабылдау. Шындығында армандарымызды орындап, жетістікке жетуімізге кедергі болатын біздің наным сенімдеріміз бен ішкі қорқыныштарымыз. Сол бір қатып қалған ішкі қорқыныштарымыздың алға қадам басуға кедергі олар наным сенімнің арқасында қаншама идеяның, қаншама жобаның ұрығы шіріп, өспеген картопта ел игілігіне жаратылмай, тіршілігі баянсыз болып жатыр. Дегенмен, енді не істеуге болады деп дабыра жасай көрмеңіз. Қорқынышты жеңудің де, наным сенімді пайдалы жаққа өзгертудің де өзіндік тәсілдері бар. Егер де сіз өміріңізді жағымды жаққа өзгертуге кедергі болған, қорқыныштан, күдіктен арылуды ниет етсеңіз, табысты болуды шын жүрекпен қаласаңыз, осы кітапты арнайы оқып шығыңыз. Құрметті оқырман, кітаптағы ақыл кеңес, орындайтын жаттығулар сіздің шығармашылық қырларыңызды ашуға, тұлға ретінде дамуыңызға, бизнесте өсуіңізге, айналаңыздағы адамдармен қарым-қатынасты нығайтып, жақсартуға, жетістікке тез жетуіңізге, ұзын сөздің қысқасы, армандарыңыздың орындалуына көмектеседі. Әрине, оқып қана қоймай, түйіндеген ойыңызды кейінге қалдырмай, тез арада іс жүзінде қолданыңыз. Оқу бір басқа, оқығанды санаңа сіңіріп тоқу бір басқа. Деп гректің ұлы ойшылы Аристотель айтқандай, мен сізді аузымнан орақ орып іс бітірмейтін адам деп ойламаймын. Олай болған жағдайда сіз бұл кітапты қолыңызға да алмас едіңіз. Қолға алған екенсіз, яғни сізде өзгеремін, жақсы өмір сүремін, жетістікке жетем деген ниет бар. Яғни бұл кітап сіз сияқты өмірде өрлеуге талпынысы бар, өр кеуде, өзіне ғана емес қоғамды өзгерткісі келетін, болашақтың миллионері, миллиардерлері деп алып тұлғалары үшін жазылған. Кітаптың әрбір заңдылық іс жүзінде тәжірибеден өтіп, миллиондаған адамның жетістікке жетуіне, бақытты болуына көмектескен. Сіз де көмектесетіне сенімім мол. Іске сәт. Бұл кітапты оқу барысында ұйқыңыздың келмеуіне, жалқаулығыңыздың жыныңызға тимеуіне тілектеспін. Кітаптан алған біліміңізді іс жүзінде пайдаланып, биік белестерден асып, табыс, бақыт деп аталатын биік таулардың басына туыңызды тие бергейсіз. Жетістік пен жеңіске толы күндерде жолыққанша, күн жақсы болсын, қадірлі оқырман. Бұл кітапты пайдаңызға асыру жайында 6 кеңес. Бірінші, кітапты ашып алып, мынаны білемін деп секіртіп оқымаңыз. Ақымақ білемін деп ойлайды, ақылды қайталап тереңге бойлайды деген ұлағатты сөзді естен шығармаңыз. Екіншіден, адамға мен білемін деген сөзді жиі қайталаған сайын, жаңа ақпаратты қабылдау қиындай бермек. Білгеніңіз жақсы, істегеніңіз тіпті керемет, ал тапсырмаларды толық орындасаңыз, өзгерсеңіз, онда нұр үстінен нұр. Екінші, оқу барысында ұнаған жерлерін қарындашпен немесе мәтіндік маркермен сызып отырыңыз. Сызып белгіленген сөйлемдеріңіз жайлы ойланыңыз. Сізге қалай көмектесе алады? Кітаптағы көп ақпаратты есте сақтау үшін ұйықтар алдында немесе таңертеңгі уақытта оқыңыз. Өзіңізді тәртіпке бағындырып, түсінгеніңізді міндетті түрде тәжірибеде, практикада қолданыңыз. Кітапты өз атыңызға арнай алғандықтан оқып болған соң басқа біреуге беріп жібермеңіз. Өйткені сізге ақыл керек болған жағдайда бұл кітаптан керекті кеңестер ала аласыз. Ал бізге шабыттандыратын кеңестер ауадай қажет. Сондықтан өрлеу кітабы сіздің жұмыс тоңызда көзге көрініп жатсын. Кітапты бір жылда 3 рет қайталап оқып шығуға тырысыңыз. Қайталау білімнің анасы. Сіз табысты да бақытты болуға жаратылғансыз. Бұл заңдылық. Әлемде қанша адам бар болса, табыс, өмір, бақыт жайында қалыптасқан сонша ой, пікір, наным, сенім бар. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс, ол бізге маңызды емес. Біздің табысқа адал жолмен жетуімізге қандай наным, сенім, ой, пікір көмектеседі, сол маңызды. Өмірлік міндетті жайында да әркім өзінің ой өрісін жеткенінше саралайды. Мен де бір кездері өмірлік міндетім туралы
қатты ойға батқан болатынмын. Сол кезден бастап менің өмірім 100%-ға өзгере бастады десем болатын шығар. Маған кім көмектесті дейсіз бе? Кәдімгі маса. Осыдан біраз жылдар бұрын ауылдағы бақшада ұзынымнан көсіліп алып кітап оқып жатқанмын. Таза ауа, маңдайды сүйген салқын самал, пісіп жерге түсіп жатқан алмалар, барлығы керемет. Осылай табиғатқа сүйсінген ойымды қолыма қонған маса бұзып жіберді. Масаға біраз қарадымда қанды сорына мүмкіндік бермей ұшырып жібердім. Бірақ сол маса мені қатты ойға қалдырды. Ойлап қараңызшы, орта есеппен алғанда кез келген масаның өмірі 24 сағаттан аспайды. Басына бақыт болып берілген 24 сағаттың ішінде масаның көздеген бір-ақ мақсаты бар. Ол біреудің қанын сорып жұмыртқасын қалдыру. Осы бір өмірлік маңызды бар іс үшін масалар 100%-ық энергиямен беріліп еңбек етеді емес пе? Әлде сіз қан сорға ерініп тұрған масаны көріп пе едіңіз? Сізді білмеймін. Мен жалқау масаны көрген емеспін. Неге десеңіз, ол олардың міндеті. Ағылшын математигі Альфред Норт Уайхент кез келген адам дамуға немесе жай ғана жануар болып қалуға қабілетті. Барлығы өзінің қалауына байланысты. Құдай тек жануарларды жасайды, ал адамды жасайтын адамның өзі деген екен. Бірақ адамзат баласы масадан, жан-жануарлардан сана сезімнің жоғарылығымен ерекшеленеді. Яғни біз ойлауға, сөйлеуге, дамуға қабілеттіміз. Кез келген дүниемізді жасап та, құрастырып та аламыз. Армандап алдағы мақсатымыз үшін саналы түрде еңбек те ете аламыз. Жалпы қабілеттілігімізде шек жоқ. Сіз менімен келісесіз деп ойлаймын. Бүгінгі 21 ғасыр жетістіктері, телефон, ұшақтар, мұхит үстіндегі жасанды материалдер, киіп алсаң адам көзіне көрсетпейтін киімдер, барлығы дерлік адам ойының, адам қабілетінің нәтижесі екені айдан анық. Сол бір керемет қабілетті адам бұл өмірге не үшін келіпті өзі? Жаңадан өмірге шырылдап келген нәрестеңіз сіз үшін туылды ма? Не үшін туылды? Болашақта жарық дүние есігін ашқалы тұрған нәрестелердің мақсаты қандай? Рухы бірдің, міндеті бір деп Қазақстан Республикасының президенті Назарбаев айтқандай, өмірге келген әрбір адамның міндеті өмірді босқа өткізбей, өзінің бар мүмкіндігін пайдаланып, жеткен мақсаттарынан ләззат алып, жаңа мақсатқа талпынып өмір сүру. Табанды еңбек етіп, табысты болу. Отбасыңа, өзің өмір сүріп отырған қоғамға пайдаңды тигізіп бақытты болу. Өмір сүріп жүрміз дейміз. Ал өмір сүру дегеніміз не өзі? Бұл сұраққа да өзіндік көзқарасыңызбен жауабыңыз бар екенін білемін. Біздің орталықтың жүргізген сауалнамасы бойынша 100 адамның 80-і өмір сүру дегеніміз не деген сұраққа өмір сүру дегеніміз артыңа ұрпақ қалдырып, бала-шаға өсіріп, оларды үйлендіріп, немере шөберенің қызығын көру деп жауап беріпті. Менің тұжырымдаушы жаман ой пікір емес. Келісемін, бәрімізде артымызда текті, жүрегінде оты бар ұрпақ қалдырғымыз келеді. Дегенмен де ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің деп халық айтқандай, балаңызға жастайынан жеңімпаз болуды үйретіп жатырсыз ба? Әлемдік деңгейдегі оқу орындарында біліммен сусындатып, жүрегіне жігер мен шабыт берер сенімдер жүйесімен тәрбиелеп жүрсіз бе? Егер де сіз әлі отбасын құрмаған, жас жеткіншек немесе бой жеткен ер жігіт болсаңыз, керемет үлгілі отбасыңыздың болғанын, бай қуатты болғаныңызды, жетістігіңізбен жақындарыңызды, ел жұртыңызды қуантуды армандайсыз ба? Сыртта айғайлап айтпасаңыз да жүрегіңіздің түбінде иә деген жауапты сезетін деймін. Аманжол, бақыттың кілті ақшалы болуда, жетістікке жетуде немесе атақты болуда емес қой деген ойыңыз бар шығар. Иә, сіздікі дұрыс. Бірақ адам кез келген нәрседен бақыт таба алады. Ләззаттың, қуаныштың барлығы жетістікте, табыста емес шығар. Алайда ақшасыз, жетістікке деген ұмтылыссыз өмірдің мәні болмайтыны да ойлағаныңыз абзал болар. Көз алдыңызға елестетіңізші, дене мүшеңіз сау болмаса өзіңізді жайлы сезінесіз бе? Әлде жүрегіңізді көзіңізден, асқазаныңызды аяғыңыздан артық деп бағалайсыз ба? Әрине олай ойламайсыз, себебі адам бұл өмірден толыққанды ләззат ала білу үшін 12 мүшесінің сау болуы міндетті. Соған сай өмірде бір-бірінен бөліп қарауға болмайтын сфера бар. Ол денсаулық, қарым-қатынас, ақша, рухани даму. Төртеу түгел болса төбедегі келеді дегендей, осы 4 сфераны бір-бірінен бөліп жармай дамытып басқарып отырғанда ғана адам шын бақыттың, нағыз қуаныштың, мол байлықтың не екенін сезінеді. Бүкіл әлемдік статистиканың көрсеткіштері бойынша көп отбасылардың айырылысуының 79% ақша жетіспеушіліктен туатын жанжалдардың әсерінен екен. Сонымен қатар, ауыратын адамдардың көбісі дерлік кедей отбасынан болатындығы дәлелденген. Дейл Карнеги жүргізген зерттеулерге сүйенсек, адамның өмірінде биік жетістіктерге жетуінің 20% іскерлік біліміне, 80% қарым-қатынас жасау шеберлігіне байланысты екені анықталған.
Ал менің тұжырымдауымша, нашар көңіл күймен жүріп адамдармен жақсы қарым-қатынас орната алмаймыз. Көңіл күй демекші, аурудың 80% көңіл күйдің дұрыс болмауынан туындайды. Үнемі көтеріңкі көңілде жүру үшін денсаулығымыз мықты болу керек. Денсаулық мықты болсын десек, жақсы көңіл күйде жүруге тиістіміз. Көңіл күйді көтеріп шабыттандыратын, алға қойылған айқын мақсат, соған жетем деген талпыну, оқу, іздену, даму. Мақсатсыз өмір, мәнсіз, мағынасыз, көңілсіз өмір екенін бізге дейін қаншама ұлы адамдар дәлелдеп кеткен. Міне, өздеріңіз көріп отырғандай, адам өмірді мағыналы сүру үшін мен айтып кеткен 4 сфераның әрқайсының өзіндік алатын орны бар. Байлық, денсаулық, махаббат туралы аңыз. Бір жас келіншек үйінен шығып келе жатып, есік алдында өзіне қарама-қарсы тұрған 3 баланы көреді. Өзіне таныс емес балаларға келіншек: "Мен сіздерді танымай тұрмын. Есікте тұрмай үйге кіріңіздер. Бізбен кешкі асты бөлісіңіздер, сосын танысып білсе жатармыз" дейді. Сонда 3 жігіттің біреуі: "Біз бірге кірмейміз, біреуімізді таңдаңыз" дейді. Түсінбеген келіншек: "Неге?" деп сұрайды таңырқап. Сонда қонақ балалардың біреуі сөз бастап өзінің атын байлығы, екіншісін денсаулық, үшіншісін махаббат деп таныстырады. Келіншек үйге балалардың қайсысын шақырарын білмей қайтадан үйіне кіріп кетеді. Үйге кіре сала естіген барлығын толықтай жарына жеткізеді. Жары аз-маз ойланады: "Жарайды, байлықты кіргізейік, жай-күйімізді жақсартсын" дейді. Келіншек жарының сөзін құптамай: "Қымбатты, мүмкін денсаулықты кіргізерміз" дейді. Қыздары болса махаббатты кіргізуді өтініп, үйден үшеуара кішігірім тартыс басталып кетеді. Ақырында қыздарының айтқанын тыңдап, үйге махаббатты кіргізбекші болады. Келіншек далаға қайта шығып: "Сіздердің қайсыларыңыз махаббат боласыздар, үйге сол кірсін" дейді. Қонақтардың бірі есікке жақындап еді, екеуі артынан ілесе жүреді. Сонда түкті түсіне алмаған келіншек: "Мен махаббатты ғана шақырдым ғой, ал сіздер неге бірге кірмексіздер?" деп сұрайды. Сонда олар: "Егер де сіз байлықты немесе мені, яғни денсаулықты шақырсаңыз, қалған екеуміз кірмей далада қала беретін едік. Бірақ сіздің таңдауыңыз махаббатқа түсті. Махаббат қайда болса, біз де сондамыз" деп жауап береді. Екіншіден, біз сіздің үйде мәңгі қалып, әрқайсымыз өз міндетімізді атқарамыз. Бізді қаншалықты үлкейтемін десеңіздер, ол сіздердің қолдарыңызда. Тек қана бәріміз бірге өсуіміз керек екенін ұмытпағайсыздар дейді. Келіншек ойлана келе оларды үйге кіргізеді. "Сіз бұл аңыздан біраз ой түйдіңіз деп ойлаймын. Қай жерде өмір сүруге деген талпыныс, адамдарға деген махаббат болса, сол жерде сөзсіз жақсы қарым-қатынастың, зор денсаулықтың, мол байлықтың болатыны толассыз ақиқат, шынайы шындық. Махаббат бұл жану екен, өсу екен, өркендеп тұрады екен, өлгеніңше өркеніңді, өміріңді көркем" деп Хосе Мартин айтқандай, адал да таза махаббат өмірдегі бар қажеттілікті топтастырушы ізгі сезім. Зер салып қарасаңыз, сіз бен біздер болып жоғарыда талқыланып өткен өмірдің 4 сферасындағы үйлесімдікті табиғаттың өзінен де кездестіруге болады емес пе? Су, жер, ауа, күн қалай бір-бірімен әдемі үйлесіп тауып тұр. Көп емес, 1 секундқа жер өз-өзінен жаңылса не болатын көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Табиғаттан үйренетін тағы бір құбылыс, ол табиғаттың тоқтамастан дамып отыруы. Тарихи немесе географиялық зерттеулер нәтижесіне сүйенсек, миллиардтаған жылдардан бері күн өз көлемін қаншалықты ұлғайтқандығына, жер беті қаншама даму сатысынан өткендігіне көз жеткіземіз. Ол жайлы мектеп бағдарламасында да айтылғанын баршамыз білеміз. Табиғат демекші, адам да табиғаттың бір бөлшегі екендігін еске түсіріп отырайық. Яғни, табиғатқа тән даму үрдісі бізге де тән деген сөз. Мысалға, алма ағашын алайық. Алма ағашы бойы өсіп, діңі жуандаған сайын жемісті мол береді. Бұл жылы жеміс бермеген деп ешқандай ағаш өсуін, жеміс беруін тоқтатпайды. Діңгегі шіріп, өзегі қурап құламайынша өсуден де, жеміс беруден де шаршамайды. Өйткені табиғаттың заңы солай. Адам да алма ағашы сияқты үнемі дамып өсіп отыру керек. Сіз рухани және іскерлік біліміңізді көтерген сайын жетістіктерге оңай жетіп, қаржылық жағдайыңызды жақсарта бермексіз. Ағашқа өсу үшін құнарлы жер, су, күн нұры керек болса, сізге білім керек. Рухани және іскерлік білім, тұлға, әрекет, сіздің өмірлік тұрмыс жағдайыңыз.
Сіз бақшаңыздағы жеміс ағаштарының мол жеміс бергенін қалайсыз ба? Сізді жыл сайын дәмі тілі үйрер жемістермен қуантқан ұнай ма? Сізге ұнасын, ұнамасын кез келген құнарлы жерде өсіп, таза ауамен, сумен сусындап тұрған ағаш өз жемісін беруден жалықпайды. Бұл заңдылық. Жемісті ағаштар жер бетіндегі миллиондаған адамды тіршілікте керекті дәрумендермен қамтамасыз етіп, қаншама адамды қуанышқа бөлейді. Анырақ айтсақ, өз өмірін сүре отырып, өзгелердің өмір сүруіне көмектеседі. Біз де солай етуге міндеттіміз. Яғни, қаржылық жағдайымызды жақсартып, табысты болып, басқалардың да әдемі, көңілді, жақсы өмір сүруіне жол ашып отыруымыз парыз. Қоғамның, елдің, бүкіл әлемнің дамуына өз ісіміз арқылы үлес қосуымыз керек. Гүлі әдемі гүлді бәріміз жақсы көреміз. Бағасына қарамастан сатып аламыз, күтеміз, баптаймыз. Сіз де гүл секілді істеген ісіңізге сәйкес бағаланасыз. Ісіңіздің сапасына қарай жемісін жейсіз. Мысалы, Билл Гейтс Microsoft программасын ойлап таппағанда ақпарат ағымы бүгінгі күндей жеңіл болатын беді. Өзіңіз білетіндей, 21 ғасырда компьютерсіз, ал компьютерді Microsoftсыз елестету қиын. Яғни Билл Гейтс бұл әлемге өзінше бір даму, жаңа екпін, жаңа көзқарас алып келді. Ал атақты Майкл Джексон өзінің әнінің, биінің арқасында миллиондаған адамға қуаныш, көтеріңкі көңіл сыйлады. Қаншама жүректерде Джексон деген аттың өзі әдемі ән мен келіскен бидің символы болып қалды. Менің ойымша, әркім өзінде не бар, соны ғана бере алады. Жоғарыда айтылған алып тұлғалар бұл әлемнің дамуына өз үлестерін қосты деп мойындайсыз ба? Өзінің шығармашылығының, білімінің, еңбегінің көрінісі Билл Гейтстің бүгінгі таңдағы қаржылық жағдайы 40 миллиард болса, Майкл Джексон осы күнге дейін ең гонорары жоғары және ең танымал әнші болып саналады. Егер де сіз де жетістіктен жетістікке жетіп, бақыт пен табысты болғыңыз келсе, өз ісіңіздің сапасын, санын көбейтіңіз. Жан рахатын, жетістік, таңғаларлық табыс қашанда болсын екпінді еңбекті қажет етеді. Еңбектің сапасы сіздің рухани біліміңізге байланысты екенін ешқашан естен шығармаңыз. Рухани білімнің өзі іскерлік білім, рухани қасиет себекке бөлінеді. Іскерлік білімге сіздің жұмысыңызға қатысты білім қабілетіңіз кірсе, тұлғалық қасиеттеріңізге талаптана білу, еңбекқорлық, шығармашылық, тәуекелшілік, сабырлық, төзімділік, шапшаңдылық қасиеттер кіреді. Өрік ағашы алма бермейтіні секілді, арман қылған өмір сүру стиліңізге рухани әлеміңіз, наным сеніміңіз сәйкес келмесе, жете алмайсыз. Ал арманыма жетемін, өзгеремін, дамимын деп шешім қабылдасаңыз, бұл кітап сізді рухани байытуға, жеңімпазға сай наным сенім, қабілет, болмыс бітім қалыптастыруға көмектеседі. Сіз өзіңіз үшін, отбасыңыз үшін, қоғам үшін өз ісіңіздің көшбасшы болуға, табысты болуға міндеттісіз. Тағы да қайталаймын, бұл табиғи заңдылық. Заңға бағынғысы келмейтін ерінген адам бақытсыздық, ауру, кедейлік деп аталатын түрмеден бірақ шығады. Ал сіз бақытты және табысты болу үшін аянбай күресу керексіз және солай істеуге тиіссіз. Бұл заңдылық.